тану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өмірді мәні. 5 ережесін есте сақтай отырып, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты оқушыларға өмірдің мәні туралы түсінік бере отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Сабағымыздың міндеті оқушыларға адалдық қасиеттің мәнді өмірдің бір қыры ретінде түсініктерін кеңейту, оқушылардың бойындағы шынайылық қасиетін дамыту, оқушыларды жауапкершілікке тәрбиелеу. Балалар, енді біз жағымды күйге келу үшін тыныштық сәтіне бөленіп алайық. Сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Балалар, үйге берілген тапсырма сендерге жаңылыс пен ақиқаттың есігі аңызын оқып келу. Үй тапсырмасын пысықтау үшін сендерге мынандай сұрақтар әзірледім. Мәтінде адам неліктен ақиқатты іздеді деп ойлайсың? Кім жауап береді? Кім дайын? Айта қойыңдаршы. Айжан, айта қой. Мәтінде адам неліктен ақиқатты іздеді деп ойлайсың? Себебі адам бірінші жаңылысып барып ақиқатты табады. Үнемі ақиқаттың жолында жүру үшін ақиқатты таңдады. Өте дұрыс. Қараңдаршы балалар, адамдардың көпшілігі алдымен жаңылыстың есігін ашып, өмірде сабақ алу арқылы ақиқаттың есігіне жол ашылады. Қандай жағдай болмасын, сынақтардан сүрініп құлағанмен, бойымыздағы бар жақсы қасиеттерді біріктіріп, қайта тұрғанда ғана жеңіске жетіп, ақиқаттың есігін ашып кіретін боламыз. Оқушылар, бүгінгі өмірдің мәні атты тақырыбымыздың сабағымыздың дәйек сөзі ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, сөз жоқ, жеңіске жетесіздер деп Қаныш Сәтбаев атамыз айтып кеткен екен. Енді қарайықшы, қыздар тобы тағы да бір қайталаймыз, сосын ұлдар тобы қайталаймыз. 1, 2, 3. Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, сөз жоқ, жеңіске жетесіздер. Өте жақсы. Енді Нұрғиса ұлдар тобынан қайталай қойшы. Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, сөз жоқ, жеңіске жетесіздер. Өте жақсы. Балалар, осы дәйек сөзді есіңізде сақтап, дәптерімізге түртіп алайық. Дәйек сөзіміздің авторы Қаныш Сәтбаевқа келетін болсақ, балалар, қысқаша тоқталып өтейін, ол биолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Қазақ КСР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстанның металлургия мектебінің негізін қалаушы, Қазақтан шыққан тұңғыш академик. Балалар, дәйек сөзіміздің сұрақтары 4 сұрақ берілген. Осы сұрақты сендер ауызша жауап берсеңдер де болады, және де қолдарындағы телефонмен мен сілтемесін дайындап келдім, және QR кодты сканер жасау арқылы Google формада тестке жауап беру арқылы жауап берсеңдер де болады. Google формада барлығымыз жауап беріп болсақ, балалар, әрбір бастаған іс-әрекетімізді шынайы қабылдап, ниетіміз адал болып, соңына дейін жауапкершілікпен қарасақ, ісіміздің соңы нәтижелі әрі жетістікке толы болады. Оқиғаларды әңгімелеу. Бейнеролик беріледі балалар сендерге. Өмірдің мәнін іздеген адам. Міне мұнда YouTube-тағы сілтемесі тұр, және QR кодпен сканер жасап, видеоны көрсек те болады. Ал әзірше мен мониторға шығаратын боламын. Назар аударамыз. Өмірдің мәнін іздеген адам. Бағзы бір заманда бір кісі өмірдің мақсатын түсінгісі келіпті. Әр ойлайды, бер ойлайды. Бірақ санасын торлаған сауалға жауап таба алмайды. Енді бұл сұрақты көрген білген адамдарына сұрай бастапты. Бірақ ешкімде тұшымды жауап бере алмайды. Ауылдарды, көрші қалаларды аралап, маған бұл өмірдің мақсатын айтып беріңдерші деп сұрастыра береді. Қанша жақсы болса да, алынған жауаптар бұл кісіні қанағаттандыра алмайды. Мұның жауабы жоқ екен ғой деп күдерін үзетін шаққа жетеді. Сол кезде бір адам, сонау таудың ар жағында көп жасаған қария бар. Содан сұрап бір көр. Бұл сұрақтың жауабын бір білсе, сол шал біледі деп жөн сілтеп жібереді. Айтқан жерге жетіп, әлгі қартқа арнайы келген сауалын тастайды. Сонда ақсақал, шырағым, бұл сұрағыңа жауап беремін, бірақ алдымен сені кішігірім бір сынақтан өткізуім керек. Соған көнесің бе дейді. Ойбай-ау, әрине көнемін. Сол үшін ел кезіп, жер кезіп жүрген жоқпын ба?
Айтыңыз сынағыңызды. Қария бұл кісінің қолына бір қасық ұстатады. Сөйтеді де, оның бетіне дейін шүпілдетіп, зәйтүн майын құйып береді. Енді сен осыны ұстап, мына бақшаны бір айналып келесің. Бірақ байқа, қасықтан егер бір тамшы май төгіліп кетсе, сынақтан құлағаның деп ескертіп қояды. Жолаушы жақсы деп келіседі де, бақшаны айналып кете барады. Біраз уақыттан соң қайтып келеді. Қалай, майды төгіп алған жоқсың ба? Жоқ, бір тамшысы да төгілген жоқ. Ал енді айтшы, бақшаның гүлдері әдемі ме екен дейді ата. Атам-ау, оны қайдан білейін, менің есіл-дертім мына қасықта болған жоқ па? Сонда әлгі қария, ендеше бақшаны тағы да бір айналып шықты. Енді маған бақшаның көркемдігін айтып бер дейді. Жолаушы бір айналып қайтып келеді. Бақша қалай екен дейді қария. Әдемі екен ата, өте әдемі екен. Осы тұста данышпан қарт сәл ғана жымияды да, бірақ қасықтағы майың не болды дейді. Қараса бір тамшы май қалмапты. Осы бір өмірлік сабақтан кейін, қарағым, енді жақсылап тыңдап ал. Бұл өмірдің мәні сенің оған қарауыңа байланысты өзгере береді. Өмір бойы бір нәрсе көріп, қартайып қалғаныңды да байқамауың мүмкін. Сондай-ақ бұл дүниенің барлық ғажаптарына таң қалып, оның жаратушысының шеберлігіне таң қалып, ағып жатқан уақытыңа мән бермеуің де мүмкін. Біле білсең, бұл өмірдің мәні сенің оған деген көзқарасыңа жасырылып қойған дейді данагөй қария. Өте жақсы. Балалар, бейнероликті көріп болған болса, мына сұрақтарға жауап беріп өтсек. Бейнероликтен қандай ой түйдіңіз? Айгерім айта қойшы. Бұл бейнероликте біз әрбір ісімізге ылғи өзіміздің ынтамызбен және де жауапкершілікпен қарасақ, ол істі әрдайым өзіміздің ынтамызды соған ғана ойлап, соны ғана дамытсақ, ол кезде біз нағыз адамгершілігімізбен сол жұмысты үйреніп меңгере аламыз. Өте жақсы. Балалар, шығармашылық іс-әрекет, топтық жұмыс сендерге сиқырлы сандықша әдісі арқылы 3 топқа бөлемін. Мұнда бұл сиқырлы сандықшаның ішінде біздің 3 қасиетіміз жасырылған. Адалдық, шынайылық, жауапкершілік. Сол бойынша 3 топқа бөлініп, 3 түрлі тапсырма алатын боламыз. Тездетіп келіп мен қолымнан алыңыздар. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Қараңдар, адалдық тобына тақырыпқа байланысты өлең шығару бұйырған екен. Шынайылық тобы тақырыпқа байланысты жаңағы өмірдің мәнін іздеген видеоролигі бойынша көрініс көрсетесіздер. Ал жауапкершілік тобы тақырыпқа байланысты эссе жазады. Дайындалу уақыты 10 минут. Міне, өлең шығару. Уақыт өтті балалар. Дайынбыз ба? Қай топ дайын? Аха, оқи ғой. Адалдық тобына. Адалдық тобында біз адалдық туралы осындай өлең жолын шығардық. Жол қайда ақиқатқа апаратын, шынайы бол, қандай жағдай болмасын. Адал жолмен жүрсек, әрдайым жолымыз ашық, мақсатқа тез жетеміз. Өте жақсы. Өте жақсы. Тақырыптарына сай екен. Ал енді жауапкершілік тобына эссе беріліп еді. Кім оқиды? Құралай оқи ғой. Өмірдің мәні, қарапайым адам болу, әрбір сәтке қуанып. Шынайылық тобы дайын болса, өз көріністерін көрсетеді. Оқушылар, назарыңызды аударамыз. Ертеде бір жолаушы бақша тау аралап бір қарияға келеді. Балалар, топтық жұмыстарының барлығы өте керемет. Барлықтарын бірдей белсене қатысыңдар. Жазған эсселерің де, құрастырған өлеңдерің де, тіпті көріністерің де барлығы керемет шықты. Енді біз топпенен айтсақ, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Экранға назар аударып, Бақыт деген Айжан Нұрмағамбетова апайымыздың орындайтын әнін барлығымыз бірге орындап шықсақ. Балалар, үйге тапсырма алғанда айтып несіне әуре боласың. Өзін-өзі тану оқулығындағы 25-ші бет мазмұндап келуге үйге беремін. Күнделікке жазып түртіп алыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақтан жалпы алған жақсы қасиеттерімізді Google формада маған толтырып берсеңіздер болады. QR кодпен және сканер жасауға немесе осы сілтеме бойынша. Сіздерге сабақтан қандай жақсы қасиеттер алғандарыңыз туралы сұрақ берілген. Тез сканер жасап толтырып жіберейік. Сіздердің жауаптарыңызды мен өзіме алып қарайтын боламын. Балалар, сабақтың соңғы минуты тыныс алуға дем қойып дайындалайық.
көзімізді жұмамыз, арқамызды тіктейміз, қолымызды тізеге қойсақ та болады. Демаламыз. Шығарамыз. Және демаламыз. Керемет, жарайсыңдар. Сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізде сақтаймыз. Оқушылар, барлықтарыңыз өте керемет қатыстыңыздар. Белсене қатысқандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.